Сәлем достар! Бүгінгі видеода сіздермен бірге лимонад және каркаде сусындарын дайындайтын боламыз. Лимонадты дайындау үшін бізге 3 дана апельсин, 2 дана лимон және 5 грамм лимон қышқылы, шекер 500 грамм қажет болады. Апельсин және лимонды жуып тазартып алып, сыртқы қабатын, яғни седрасын үккіштің көмегімен өткізіп алатын боламыз. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандай, тек қана сары қабатын ғана аламыз. Мен 2 лимон, 3 апельсин жемісін пайдаландым. Және де дәл осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай, сыртқы қабатын пышақтың көмегімен тазартып алатын боламыз. Құрметті оқырмандарым, сіздермен мен үнемі өзімнің сатылымға, яғни тапсырысқа дайындап жүрген рецепттермен бөлісіп жүрмін. Сол себептен осы рецепті пайдалана отырып, өздеріңіз де табыс көзін тапсаңыздар болады. Достар, мінекей біз жемістерімізді сыртқы қабатынан ажыратып алдық, және де байқасаңыздар ортасындағы ақ қабыршақтарын және де дәнектерінен мұқият ажырататын боламыз. Демек, тек қана жемістердің етті қабатын ғана қолдануымыз қажет. Ендеше осылай тазартып алған соң, блендерімізді дайындап алатын боламыз. Ажыратып алынған мякотты, яғни етті жемістерімізді блендерге салып, айналдырып, езіп алатын боламыз. Дәл осы езбенің үстіне қайнатылған су, немесе тассай суы, немесе асу сатылымдағы дайын суларды қолдансаңыздар болады. Мен 500 грамм шекер қостым, және де 5 грамм лимон қышқылын қосып, және блендерден араластырдым. Ендеше сүзекіні пайдаланып, барлық лимонадымызды үлкен ыдысқа сүзіп құйып алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, тек қана сұйықтықты ажыратып алуымыз қажет. Достар, мінекей нағыз лимонад дайын болды. Каркаде 2,5 литр қайнатылған су, 30 грамм каркаде жапырақтары, шекер, жалбыз, лимон және лимон қышқылы. Қайнап тұрған суға 30 грамм каркаде жапырақтарын салып, 5 минут жай отта бұрқ еткізіп қайнатамыз, және үстіне 2 тілім лимон саламыз, 250 грамм шекер, аздаған лимон қышқылын қосамыз. Және де 5 минутқа бетін жауып қоямыз. Мен жалбыз қостым. Сіздерде өз қалауларыңызбен қоссаңыздар да болады. Алма немесе басқа да жемістерді қосып қайнатуға болады. Және суытып дастарханға ұсынамыз. Бүгінгі қонақ дастарханға ұсынылған сусындардың дәмі өте керемет болды. Сіздермен болған қарлығаш.